Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеоблогта мен сіздерге гнезда салатының рецептісімен бөлісетін боламын. Ал сіздер менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге керекті ингредиенттің барлығын мен описанияда қалдыратын боламын. Ең алдымен біз бұнда тауық етін немесе қара кесек етті алдын ала суда пісіріп аламыз. Одан кейін жұмыртқаны да суда пісіріп аламыз. Одан кейін жаңағы пиязымызды төрт бұрыштылап турап маринадтап қоямыз. Одан кейін картоптарымызды теркадан өткізіп, оны майда қуырып алдын ала дайындап аламыз. Ең алдымен осылай піскен етімізді бірінші турап алдым, төрт бұрыштылап турап аламыз. Одан кейін қиярымызды турап аламыз, төрт бұрыштылап. Қиярды да төрт бұрыштылап турап алдым. Енді оны етіміздің жанына саламыз. Одан кейін жұмыртқаны турайтын боламыз. Жұмыртқаның ағын тураймыз, сарысын бөлек алып қойып қоямыз. Оны да төрт бұрыштылап турап шығамыз. Жұмыртқаның ағын мен сарысын бөлек алып алдым. Келесі кезекте ақтарын осылай төрт бұрышты етіп турап шығамыз. Барлығын турап болғаннан кейін салатымыздың ішіне салатын боламыз. Келесі кезекте маринадталған пияздарымызды қосамыз. Суын бөлек алып тастап, осылай пиязымызды салып, майонез және де тұзды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Барлығын араластырып дайындап алдым. Келесі кезекте жұмыртқа, сыр және де укроп барлығын шанышқының көмегімен осылай майонезді салып, жақсылап тұрып, шанышқымен осылай езіп, жақсылап араластырып шығамыз. Одан кейін олардан кішкентай жұмыртқаларды жасайтын боламыз. Мінекей осындай кішкентай жұмыртқалар жасадым. Келесі кезекте салатымызды жазық тарелкаға салып, дәл видеодағыдай етіп, қасықпен осындай ортасын ойық қылып жасаймыз. Ал шет жақтарын барлығын жинақтап шығатын боламыз. Келесі кезекте салатымыздың бетіне қуырылған картоптарымызды әдемілеп орналастырып шығамыз. Барлығын осылай орналастырып, артынан қасықпен дәл осылай видеодағыдай етіп, шет жақтарын жинастырып аламыз. Одан кейін ойық жеріне осылай алдын ала жасап қойған жаңағы жұмыртқаларымызды осылай қойып шығамыз. Қыздар, барлықтарыңызға осы салатты жасап көруге кеңес етемін. Өте дәмді болып шығады, өте тойымды салат. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін, және де басқа да достарыңызбен дәл осы видеоны бөлісіп қойыңыздар. Егер видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Алдағы уақытта арнамда бұдан да басқа салаттардың рецептілері болатын болады. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.